Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттар тобын салыстыру. Бүгін біз заттарды салыстырып үйренеміз. Суретте қай заттар артық, қайсысы кем, қай заттардың саны тең? Ал балалар, суретте не көріп тұрмыз біз? Алмаларды көріп тұрмыз, е? Бірінші тарелкада 4 алма көріп тұрмыз, екінші тарелкада 3 алма бар екен. Енді осы алмаларды бір-бірімен салыстыратын болсақ, 4 алма 3 алмадан артық болады. Өйткені ол көп, саны көп. Екінші, 2 тарелкада печеньелер тұр екен, және олардың саны 5 бесеуден, яғни печеньелер бір-біріне тең болады. Келесі біз 2 кесе мен 3 кесені көріп тұрмыз. Яғни 2 кесе 3 кеседен кем болады. Өйткені ол аз. Одан кейін біз тағы да шәйнектерді көріп тұрмыз, бір шәйнек, тағы бір шәйнек. Яғни екеуінің де саны бір-біріне тең болғандықтан, шәйнектер бір-біріне саны тең болады екен. 4 кесе мен 4 тарелка бір-біріне тең, өйткені екеуінің де саны 4-ке тең. Екінші, 4 кесе 5 тарелкадан кем, өйткені 4 кесе аз, сондықтан ол кем болады. 4 5-тен артық. Яғни 4 5-тен кем. Келесі. 5 кесе артық 4 тарелкадан. Өйткені кесенің саны тарелканың санынан көп, сондықтан ол артық болады. Ал келесінде мысалда 1 кесе және 2 тарелка бір-біріне тең емес. Өйткені екеуінің саны әр түрлі. Заттардың санын салыстыр. Қызыл алма мен жасыл алманы салыстырайық. Қызыл алманың саны 5, жасыл алманың саны 3. Яғни қызыл алма жасыл алмадан көп. Сондықтан 5 3-тен артық болады. Сары алмұрттың саны 7, жасыл алмұрттың саны тағы да 7. Яғни жасыл алмұрт пен сары алмұрттың сандары бір-біріне тең. Келесі қара өрікті салыстыратын болсақ, 5 қызыл қара өрік пен 7 көк қара өрікті көріп тұрмыз. Яғни 7 көп қара өріктің саны 5-тен көп. Сондықтан 5 7-ден кем болады. Отбасы мүшелерін ата. Отбасының әрбір мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста. Отбасы мүшелері әкесі отыр. Одан кейін анасы тамақ дайындап жатыр. Одан кейін үлкен қызы, яғни балалардың әпкесі, одан кейін әжесі, атасы, баласы және оның інісі отыр екен.